Ұшқан ұя романы. Менің бабам Имаш 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайғанда сар кемпір атанған. Жарықтық аса ажарлы, ақ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасында некен саяқ. Ол өткеннің бәрі қазаның түп күйесінде әкесіне тартып қара болды. Қыз жағы өзіме тартқан аққұбаша ажарлы шықты деп отыратын еді жарықтық. Әжем өзінің ұлдарына өңшең аққұбаша аруларды айттыруға ынтық болған. Соның кесірінен менің әкем Момыш 33 жасына дейін салт басты, сабау қамшылы жүріпті. Әжем оған: «Әй, қарағұл, мен Құдайдан саған ай көрікті, ақ перизат жолықтырғай деп тілеймін. Тым болмаса немерелерімді жиркенбей сүйейін дейді екен». Бірде көрші ауылда үлкен той өтіпті. Той ойын сауықсыз болған ба? Үлкен киіз үйдің ішінде жігіттер мен қыздар айтысып жатса керек. Той дегенде қубас та домалайды. Кемпір сампырлармен ілесіп менің қыз тумас әжемде келген екен. Кәрі құлағы елең етіп, киіз үйден шыққан айтыс әнін естіп қалады. Біздің ауыл Мыңбұлақ басын ала, басыңдағы орамал жасыл ала. Көңілің бізде болса, құдаша, біразырақ отыршы қасың ала. Қыздың дауысы жайдар естілсе де, жалтара жауап қатып отыр екен. Кәдімгі бас қосқан жердегі бастама өлеңнен ұзай қоймапты. Дегенмен сөз арасында жақсы жігіт дегенді жиілете берсе керек. Қыз тумас әжем оны да сезіпті. Қарашаға ендеше қарашаға, кисе киім жарасар аласаға, бас қосыппыз бұл тойда жақсы жігіт, өлең айтсақ болмай ма тамашаға? Бірақ жігіт жағы алғашқы екпіннен тынбай ынтық көңілін ұсына беріпті. Мыңбұлақтың сулары сылдырайды, сұлу қыздың бұрымы бұлдырайды. Құдаша деп сыртыңнан құмартушем, ескергейсің ендігі біздің жайды. Құдашасына сонша өзгеріп отырған кім екен деп әжем есіктен сығалап қараса, қара батыр, құдаша қара батыр, жау қайырар жасқан байдара батыр. Тәңір айдап өзіңмен бас қосыппыз, осы кесе сіз жаққа бара жатыр деп өлеңмен бір бой жеткен қара қызға аяқты бұрып тұрған өз Момыш екен. Әжем сонда ұлына айғай салып: «Өзің қазанның түп күйесін дейсің, күйеге күйе жұқса не болмақ, Құдайым-ау» деп баласын үйден қуып шығыпты. Анасының айтқанын ішінен ұнатпаса да, әкем оның ырқына көнеді екен. Баласына қанша ұрсып, қатал болса да, әжем менің әкемді жақсы көріп, мақтан тұтып. Бұл қара құлдың тұрмаған тартпаса да, ақылдылығы тартты, соған да Құдайға шүкір деп отырар еді. Әкем содан айтыс қуып, әндетіп жүре-жүре 33 жасында Байтана руынан Әбдірахманның Разия атты қызына үйленіпті. Ол менің шешем еді. Ол кісі мен 3 жасқа толар-толмаста қайтыс болған. Анамның қандай кісі болғанын тек әжем мен әкемнің әңгімелерінен ғана білемін. Қайран әжем өлгенше Разия келіннің қазасына қайғырып өтті. Мезгіл-мезгіл тоқаш қуырып, ас пісіріп, келіннің әруағына бағыштап Құран оқытар еді. Жатқан жерің жәннат болсын, маңдайыма сыймай кеткен періштем Разия деп, өзімен өзі отырып көзіне жас алып қайғыратын. Сөйтіп Разиядан қалған немерелерінің басынан сипап, маңдайымыздан сүйетін. Разияның тұңғышы Өбіш, онан кейінгілер Үбиян, Сәлима, Әлима, кілең қыз бала болды. Момыш әкемнің айтуынша, мен 1910 жылдың қысында, ескіше декабрьдің 24-інде туыппын. Әкем ол күні Әулиеата шақарында екен. Мен туған соң Имаш бабам жан жаққа кісі шаптырып, әкеме де хабаршы жіберіпті. Біздің ауылдың Байтоқ деген кісісі 60 шақырым Әулиеатаға ат сабылтып жетіп, әкем жатқан үйге кіріп келіп, бір ауыз сөз айтуға дәрмені келмей, Момышты құшақтап жылай беріпті. Әкемнің қарындасының үй іші үрпиісіп, бір жаманат хабар жеткен екен деп қорқып қалады. Ақыры бөрі Байтоқты жұлмалай: «Не боқ болды? Айтсаңшы» деп тақақтағанда ғана Байтоқ: «Жеңешем ұл тапты» депті.
Үрейден үрпейіскен жұрт енді мәз майрам болып, қуаныштары қойындарына сыймай, Байтоққа сүйінсін беріп аттандырыпты. Әулиетадан әкем қайтып келгенде, ағайын жекжат құтты болсынға жиналып қалған екен. О, момыш, баланың бауы берік болсын. Ақментей бабасындай батыр болсын. Ақмолда батыр бабасындай мәрт болсын. Бәйдібек батырдың әруағы қолдасын. Домалақ анамыз жар болсын десіпті. Сөйтіп шілдехана тойға ұласыпты. Той соңында Имаш ағам алақан жая ел қарияларынан бата сұраған екен. Төл немерең, бел немерең ғой. Бата жөні де өзіңдікі десіпті ақсақалдар. Сонда Имаш бабам былай деген екен. Алатаудың қыраны мол ед, қырағы болсын құлыным. Қойнауы суға мол ед, бұлағы болсын құлыным. Еліңнің тілегі зор ед, шырағы болсын құлыным. Ата тілегі оң еді, құмары болсын құлыным. Бұл жер батырлар төрет, сыңары болсын құлыным. Жарық дүниеге келгеніме 2-3 ай болғанда, шешем мені күн көзіне шығарып, Имаш атаның алдына келіпті. Атам ерте көктем алдында ағаш отырғызып жүр екен. Ағасының қолын ұзартып, қолғабыс беруге келді депті шешеміз етпен иіліп. Атам еміреніп, мен алақанын алыпты. Қолына жас бұтақ ұстатып, құрық деп берсем құл болма, шыбық деп берсем шіл болма. Бәрінен де шырағым, баяны жоқ ұл болма деп келініне мені қайтарып берген екен.